Ассаламу алейкум, Индира ханым, қош келдіңіз. Қазір біз Индира ханымның мақсатына қарай біз талдап жазып шығамыз. Соған қарай сіздер өздеріңізге пайдаланатын боласыздар. Сіздегі запросыңыз қандай? Үй алу, иә. Үй алуға, үй алу болсын, қандай мақсат болсын, жазған кезде біз бірінші бисмиллах деп примерно қай уақытта аламыз. Негізі кішкене реальныйлау болу керек. Сен мысалы қазір қолыңда азғантай ғана ақшасы бар, бірақ сен болды 2 айдан кейін аламын деген ол миың сенбейді оған. Миың сенбейді да и нереально. Кішкене уақытты дұрыстап мөлшерлеп алу керек. Мына уақытта жаңағы ақшам түседі, мына уақытта мына ақша түседі, соны қосам деген сияқты уақытын, мерзімін жазу керек. Примерно Индира ханым, біз қай уақытқа мөлшерлеп жазамыз? Сентябрьға дейін. 2026-ның сентябрына деп жазамыз. Алланың қалауымен мен 2026 жылдың қыркүйек айында берекелі, қайырлы, қанша квадратура примерно? Қанша бөлмелі? Маған негізі ішкі қалауым негізі былай ақылыммен жүрек жақсы деген сияқты да. Бірақ негізі миым жүрегімнің түбінде бәрібір дом дұрысырақ ау деген сияқты болып тұрды. Қазір мен санауымда ше. Сол үшін маған 100 квадраттан жоғары. 120-150? Иә. Хорошо. 120-150 квадрат метрлік үй алдым, қиналмай жеңіл. Алдым деп осы шақта жазамыз. Осы шақта. Или жаздықта, бірақ біз көз алдымызға елестетіп тұрсын ба? Дәл үйіңді, например. Іші қандай, кіргенде қалай, есіктердің светі қандай, кухняң бөлмесі қандай, терезеден қарағанда двор жақ көріне ма, көше жақ көріне ма, немесе деген сияқты. Елестей ма көз алдыңа? Уже сіз айтқаннан елестеп жатыр бәрі. Жоқ, мен енді елестеп жатыр ма? Жоқ, негізі бұрын менде елестете алмайтынмын да. Қазір бір нәрсеге адамға өзі бір шынымен шынайы қалған кезде келеді ғой ол нәрсе. Иә. Қазір мен елестете аламын. Елестете аласың. Негізі біз елестетуіміз не үшін керек? Адам толыққанды ми сену үшін жазу да керек, елестету да керек, ойлау да керек, оны ойлағанда қуана да алу керек. Соның барлығы біздің миымыз сенеді. Ми сенгеннен кейін ол ми әрекетті жасатпай қоймайды, ол әрекетті жасатқызады ми. Сен істей аласың, ми сеніп тұр ғой сол үйді ала алатыныңа, ол алғыздырады. Негізі сондай. Миың толық сенеді осы уақытта алатыныңа. Или ішінде бір білмеймін айғайдам деген алатын сияқты сезім бар. Сондай сезім бар ма? Сондай сезім бар, оған дейін жетпейтін сияқты. Иә, егер сендерде сондай айғайдам деген сезім болатын болса, білмеймін енді қайдан келетінінде деген сияқты бір күмәндар болып тұратын болса, сіздер осы визуализация және жазу техникасы, миды сендіретін жазу техникасы. Мен осындай квадрат метрлі үй алдым. Мен жаңағыда қиналмай қарызсыз алдым. Немесе қарыз алып қаламау деген ой болса, хотя бы банкке күнім түспей алдым деген сияқты қылып миды сендіру керек. Қосымша, мынаны жазғаннан бөлек қосымша жазу керек. Солай жазу арқылы миларың сенгеннен кейін ол әрекет жасатқызады. Яғни сол үйді іздей бастайсың. Хотя бы интернеттен іздеп, қай жерде сондай үй бар, ол қандай деген сияқты. Даже барып көрген дұрыс. Тура ойыңдағыда нешінші этаж барып, көріп, сипап деген сияқты. Бұның барлығын бір қиялдан соның бәрін жасаса болып кетеді деген емес. Біз всегда Аллахтан сұраймыз, оның бәрін сұраймыз. Бірақ біздің миымыз сенбеген нәрсе Аллах беретін мүмкіндіктің бәрі беріп тұрады негізі. Бірақ ми сенбегеннен кейін сол мүмкіндікті көрмейміз біз. Осы жерде осын жасасаң мынанша ақша табады екенсің десе, білмеймін дейміз. Ал біз когда үй аламын мен точно дегенде, я, давай мен соны істейін. Уже ми сенген екен әрекетке итермеледі ми. Енді үй алу үшін ақшаны есептеу керек. Жаңағы өзің қалап тұрған квадратура қандай мекен жайда? Примерно қаланың ішінде ма, қай жақта, өзіңе ұнап тұрған үй қаяқтарда бар. Зеріктедің бе? Иә. Зеріктедің, иә? Дәл солай зеріктеген өте дұрыс. Барып, көріп, бағасын біліп, оны айға бөлгеннен оның ақшасы қаншадан түседі, например. Сөйтіп, мен осы ақшаны осылай жинай алады екем. Жолдасыңыз екеуіңіз жинайсыздар ғой, иә? Екеуіңіздің общий қаражатты есептеп, дәл осы есептеу не үшін керек? Есептесең орындалып кетеді емес. Есеп не үшін керек? Сіз артық
бір айға бөлінді ғой, осынша ақшаны біз мына жерге сырып қойып жинап отыратын болсақ үйді аламыз. Басқа крупный расходтар жасап жібермеуге, пландалмаған расходтар жасап жібермеу үшін керек ол бізге. Түсіндіре алдым, иә? Қойшы есептемей ақ примерно болып қалады, аймай айлығымызды алып отырмыз ғой, я ол мынанша айлық әкеліп отыр, мен мынанша, жинап жатырмық қой, жинап жатырмық. Бірақ егер точно есеп қисап болмайтын болса, қой берші 5-6 мың ештеңке қылмайды, киноға бара салайықшы, қой берші ештеңке қылмайды, кафеге барып үйте салайық, тамақтана салайық, бүйте салайық. Бірақ соның барлығы ертең бір айлық шегеріп қоятын ақшаға рөл ойнап қалады. 2026 қыркүйек емес, 2026 соңы декабрь или 2027-ге өтіп кетуі мүмкін. Неге? Пландалынбаған, жоспарланбаған расходтар шығып кетеді. Сол үшін жазу керек. Одан кейін біз эмоция қосамыз. Біз эмоцияны қалай қосамыз? Барып көрдің, іздедің, қай микрофон, қандай дом, қай жерден примерно алам. Егер оны жасамасаң, просто не істейсің, өзің елестетесің. Так, осынысына бөле, ұлдардың бөлмесі, мына жақта қыздардың бөлмесі, кухняда жаңа теплый пол қаласаң, теплый пол кіргенде аяғым жылыды деген сияқты, залымда осынысына, соның бәрін елестетіп қуанасың. Кәдімгі Аллахым шүкір, шүкір деп кәдімгі алып қойған кездегі Б точкың бар ғой, үйді алдың, кірдің сен деп қуаныватсың ғой. Представь, қазір үй алдың, қандай қуаныш болады. Тура сол сияқты қылып, сезініп, прям дене мурашки болу керек. Сезінесің де қуанасың. Менің кухням деп, жаңағыдай мен осы жасаймын, терезеден қараймын, дворда балдар ойнап жатыр. Негізі кухнядан терезе қарағанда двор көрінген өте жақсы. Неге? Кухняда біз көп уақытымыз өтеді ғой. Жаңағы спальныйден сыртқа неге қарағанда, білмеймін, ағаш көрініп тұр ма, білмеймін, сондай бір өзіңе ұнайтын локация болса, соны елестетесің, сезінесің, шүкіршілігіңді айтасың. Бұл өте маңызды. Не үшін? Қайталап айтам. Б точканы біз жақсылап сезінгенде, миымыз сол Б точкаға апармағанша тыныштық бермейді. Давай істе. Қоя тұр, бармай қой сол киноңа. Сен ақшаңды жина, мынаны аласың. Ақшаңды жина, үйтті мынаны аласың, мынаны қоя тұр. Қазір киім көп қой. Кімнің үйіне барасың, шкафынан киімі ағылып жатады. Киім алмай тұр. Давай мынаны не қыламыз, мынаны не қыламыз деп біздің миымыз не істейді, тыныштық бермейді. Лично мен үй алатын кезде мынандай интернеттен көреміз, инстаграм бар, біреуден ести қаламыз, қандай техника бар, қандай тәсіл бар, қандай дұға бар, не істесең не болады. Мен сол кездегі білетінімнің бәрін жасадым. Не үшін? Себебі менде нақты мақсат бар. Б точканы соншақты сезінгенім, мен үй жайым бар еді ол кезде. Мысалы, үй жайым бар, жағдайым жақсы, бірақ сонда да мен Б точканы сезінгендікте мен соған қатты барғым келді. Сөйтіп, бірақ жүрекке кіріп кетпеу де керек. Қатты бол, қашан деуге де болмайды. Оны да ол кезде түсінгендіктен просто не істеймін? Мен көшеге шығып кетіп, бір нәрсе сатып, ақша тауып кете алмаймын. Кішкентай балдарым бар. Өзімнің табыс бар, азын-аулақ мысалы, бірақ мен қолымнан не келеді? Дұға ету келеді. Астағфируллахты ниет етіп айту келеді. Тахаджудқа тұру келеді. Ораза ұстауға келеді. Хотя бы күніне жаңағы ең аз деген бір нанның көлеміндей садақа ғой, одан сәл асырып, хотя бы мүмкіндікке қарай садақа беру қолымнан келе ме? Келеді. Тағы не келеді мен қолымнан? Миды сендіру келе ме? Келеді. Оның бәрі уже жаттанды, істеп қойдық, тағы не келеді? Мен үйі жоқ адамдарға үй әпере алмаймын ғой, өзім алуым керек. Оларға дұға етемін, жазамын. Кім бар? Әпшелерім бар, сіңілдерім, кім? Жаңағы үй қалап жүр, соның бәріне дұға тілей алам ба? Тілей алам. Соның барлығын мен қолымнан келеді ма? Соның бәрін жасадым мен, по максимум. Мына есімде аузым ауыратын еді мен. Салауат нелерді айтқаны аузым ауырат, тілім ауыратын тұғын. Сөйтіп қимылдатпаймын, ойша айтып отырамын. И сөйлемейтін тұғым. Кстати, өсек айтуға болмайды ондай кезде. Потоктан шығып кетеміз дейміз ғой, психологиялық тілмен. Потоктан шығып кеткенде біз өзіміздің не то қылықтарымызбен фокусым жоғалтып аламыз. Өсек деген кезде өсек деген адам фокусым жоғалтып алады. Мен фокусым қандай? Менің Б точкам. Мен елестетіп алдым ғой үйім қандай екенін. Ол жерде қалай жүргенімді, кең бөлме, телевизор бөлек бөлмеде тұр, телевизор көріп жатырмын, балдар өз бөлмесіне сабақ істеп жатыр. Аняққа отыр, мыняққа отыр, бір бөлме соғыса бермейді деген сияқты да. Соның бәрін елестетіп алам, мен соны талпынғаннан кейін мына амалдың барлығын істеу маған қиынға тұрмады. Ми соны істеткізе береді. Мынаны істе, тұр, тахаджуд отыр, ертерек жат,
түнде тұруың керек деген сияқты. Мидың құдіреті сондай. Миды сендіру, аффирмация, визуализация дейміз, бұның барлығы біреулер ширк деп жатады, түсінбей. Ол ширк емес, ол просто миды сендірудің құралы. Миды сендір. Миың сенді ма, бітті, ол істеткізеді, Алла берген мүмкіндікті көргізеді, как минимум. Маған мүмкіндік көрсетті. Астағфируиллах айтсай, тахаджудке тұрсай, мысалы, кішкентай баламен бүйтіп істей алмайсың ғой көп нәрсені, например. Сондай. Садақа беретін ақша беріп қойшы дейтін едім мен Аллахым, мен садақа беріп жүрмін, осыны тоқтатпайыншы ма. Всегда әйтеуір түсіп тұратын ақша. Онлайн жұмыстар жасадым, мен онлайн сауда істедім, әйтеуір бірдеңке саттым, не қылып, декретте отырған кезде ғой. Сөйтіп, сондай мүмкіндіктердің бәрін жасау керек. Тек қана азанда барып, кешке дейін жұмыс істеп келемін, сол айлығымды қоямын да алам. Ол да дұрыс шығар, бірақ біз Б точканы қаласаң, мына состояние 2026-ның қыркүйегінде үйге кіріп барғаныңды қаласаң, жасайсың мұның бәрін. Жасамайсың, значит сен қаламайсың. Или сәл-сәл қалайсың. Или онша емес қалайсың. Қалай? Біреу айтады, мен осы затты қалаймын дейді. Хорошо, не істеп жатсың? Мынау жасап жатырмын. Молодец, жұмысқа барып келіп жатырмын. Өсек айтып жатсың ба деймін. Айтамын дейді. Значит сен мына Б точканы қаламайсың. Сен қаласаң айтпас едің. Айтпас едің. Жаңа сөзім дұрыс аяқталмай қалды. Фокус жан жаққа кетіп қалды ғой өсек айтқан кезде. Біз фокусымыз мынада болу керек. Анау әрекеттің бәрін жасау үшін біз фокусымыз мыяқта болу керек. Сен өсек айтып жүрген кезде сен Құдай тахаджудке тұрғызып қоймауы да мүмкін, тұрамай да қалуымыз мүмкін. Сол үшін ол кезде мен айтқым келмейді емес, мен айтқым келетін еді. Мен мойындайын, айтқым келетін еді. Сөйлесіп отырып айтқым келетін еді. Бірақ Мадина, так, стоп, сен мынау Б точкаң бар, соған барғың келеді, сен план құрдың, давай деп өзіңді тоқтатасың, ұстайсың. Звондап айтып жатса да, жаңағыдай, давай айтпайық дейсің. Егер болмай жатса, бір тірлігің бар, сылтау емес, шынымен бір себеп табасың да. Үйің жинайтын жер көп қой негізі. Үй жинауым керек еді, өтірік болмасын, барып жинай сал үйіңді хотя бы да. Менде просто кейде болады ғой, енді арасында кейде айтып қаламыз ғой. Состояниемді жоғалтып алған едім. Мен өзімнің ше. Сондай бір артық әңгіме айтып қойсам, мен өзімді жоғалтып аламын. Өзімді ше. Просто жаңа ұмытып қалдым, мен негізі жазып алуым керек еді. Өзімнің сұрағыма жауап алдым негізі. Азаннан бері ойланып жүрген едім да. Состояниені жоғалтып алу туралы айтайын,